Айтқам неге сторисімде. Мына GL, Mercedes GL автокөлігімді қазір қар басып қалды. Айдайтын уақытта жоқ, жуатын уақытта болмай тұр. Тап-таза негізінде просто қар басып тұрған болмаса. Енді мен өзім основной на машинамен көп жүріп кеттім. На машинамды сатып жатырмын. Срочно сатып жатырмын. Срочно болғаннан кейін алдында 10 миллион деп тұрғам, енді 6 миллионға беріп жатырмын. Алсаңыздар, алып қалыңыздар. Дүңгілектердің өзі почти 1,8 миллион, почти 2 миллион тұрады. Титанкасы мен покрышкасы. Ішіндегі химчистка нелерін айтпай ақ қойын. Бірақ срочно сатылып жатыр машина, сол үшін. Керек болса жаңа жылға өздеріңізге подарок қылып алып қалыңыздар. Арзан беріп жатырмын. Ассалаумағалейкум, тағы да кеш жарық барлықтарыңызға. Мына көлігімді сатып жатырмын. Бұл Porsche Panamera. Одан кейін және де мына жерде легендарный Chrysler лимузин. Осы автокөлігімді тоже сатып жатырмын. Panamera. Тағы да GL бар. Осы бар. Тағы 221 бар. Барлығын сатып жатырмын. Көбісі сұрап жатыр, неліктен барлығын сатып жатсың деп. Өзім білмеймін негізінде. Бір жаңа басқаша бір машина алғым келеді дегендей. Мүмкін мына Panamera'n кейінгісін ба деген сияқты әртүрлі ойлар бар. Көреміз. Ол да бір сіздерге сюрприз болсын. Бір 5-6 вариантым бар. Қарастырып жатқан. Сол, жақсы. Ананы сатып жатырмын. Ананы оған 4 миллион сұрап тұрмын. Әдем да? Түнделетіп, қарын ашып, не істейм деп Донер Насапбаеваға келдігенім бар енді. Мен заказ беріп күтіп отырмын. Қалада жүрім ғой, если чо. Мына донердің өзі бір 20 минутта дайын болады. В общем, где-то осы жерлерде жүрім. Ешпісті жаңа жыл не чувствуется. Қалайсыздар, ауылдамыз, кайф. Қар ештеңе жоқ, жаңбыр сәл кіріп тұр. Аяққа зор гөлөш киіп алдық. Мына жерде тайқаным тұр. Шығыт ашып қоясын. Істіп ауылдық өмір салып отырам. Енді пока білмеймін ауылда қанша күн болатынды. Ауылда қалаға қашан баратынды, Алматыға білмеймін. Сол үшін сторис жібермей қарап отырыңыздар. Ауылдағы стористерді салып отырам. Жаңбыр сіркіреп жатыр. Қар, аяз деген жоқ. Рахат, кайф. Үстіп жеп-жеңіл киініп алып жүре бересің бізде. Өздеріңізде істеватсыздар, не жаңалық өздеріңізде. Мынаның бәрі мен жазда жинаған шөптерім. Мынаның бәрі. Мына папа тұр. Сиырлар кеп тұрген газ. Түгелдеп жатыр. Мына жақта жылқылар жүр. Мынау тау. Қалайсыңдар ей? Мыналар мен. Танымай қалған. Мыналар мен. Түгел ма? Түгел дейді. Қалайсыңдар деп қойсаңшы? Камера көрсе андай болып қалады. Қазір шөптерін дайындаймыз да кіргіземіз. Айжан Аметі босанған кезде енді 5 набирать етті ғой. Соға тастады. Бір капсула ма бір нәрсе ішіп жүрген азатын. Мен енді оға сенген жоқпын, что азудың тек қана бір жолы ол фитнес деп айтатынмын. Сөйтсем анда капсула бар екен, который аппетитіңді азайтады и соответственно сен азасың. Сондай ішіп 10 килограмм тастап, азып 12 ма даже сондай тастаған. Енді сондай капсуланы Ақназарда босанғаннан кейін тоже тағы да ішіп азып жатыр. Соның оқырмандары сұрады, там қаншама халық қалай аздың деп. Айжан фитнеске бармайды, ол түсінікті қалай азып жатқаны. Сондай капсула сұрады, қаяқтан алдың деген сияқты. Мен Айжан өзінің именно ішкен капсуласын сіздерге де сатамын деп шешті. Заказдар түскен, мен қазір Қазпоштаға барып жатырмын. Капсулаларын салып жіберейін деп жатырмын. Біреуін Шымкентке, біреуін Өскеменге, біреуін Ақтауға деген сияқты заказдары бар. Кешеден бері сатып жүр, енді өзі бизнес жасап, соны мен де көмектесейін деп почтаға бардым. Қалың киіндіріп алға. Всем привет! Ұйқысынан тұрды, ұйықтап тұрдыңыздар. Шарф, перчаткаңызды көрсетесіз баңсарымызды? Күшті перчатка осындай. Уги киіп қойдым. Қалың шалбар, в общем, кәдімгідей папасы да тура. Жан, қарашы. Жан. Іздосарда осында киініп алған екеуінің образы типа ұқсайды ғой. Мен не жақта шубамен отыр, не в тему. Шубамен шапка киіп алып ше. Че там қарап қапты ғана кішкенелер. Не үшін қарап тұрсың? Сен мен күтіп тұрсың ба? Болды, бара бер. Мен тыра тұршы деген ғой, видеосы болайын деп. Күшті қармен ойнап отыр. Дала жылы екен бүгін, оказывается.
Ансар. Ансар. Ана жақты біліп алыңа қараңыздар. Қазір айналып өту керек білет. Жаным, анаңа. Ақылыңнан сенің. Ақылыңнан. Өзі көріп осыған басы жеткен айтсаңыздар. Бұл біледі ғой қайны? Біледі. Молодец. Андай балдармен футбол ойнаған жақсы көреді. Кірді үшін. Қайда шықтың не? Қалайсыздар, құрметті достар? Лайф стористар болсын. Тойдың алдындағы дайындық. Бәрін тастап жатыр. В общем, машинаны жуайын деп, машина деген ойбай, мына кірді қарасайсыздар деген балшық. Алматының погодасын ойпырмай. Қазір машинаны бір сырттай қылып жуып, тойға барамыз бұйырса, бүгін тойдамыз. Сет ұстамайды енді. Сол общем, сәттілік тілеп қойыңыздар, аман болыңыздар. Осындай керемет. Осындай вайптар ұнайды негізі өзіміз. Екі машинаны өзі мөлдіретіп бір жуайын деп тұрғаны бар енді. Мен ерте киініп алыппын. Ерте дайындалып алыппын тойға. Сол, күндеріңізге сәттілік. Жетімін 97-лермен оққам. Мен қайта мектепке ерте барғам 96-лармен. Сөйтіп бірінші классқа өтетін тест күні мен мектепте болмай қалдым. Ауылда болмай қалдым. Сөйтіп өте алмай қалдым. Тест қатыспады деп қайтадан нолевой оққам. Ол факт, что мен 2 рет нолевой оққам. Соны ойласам жаным ұстайды сәл пәт. Ке қарап тұрып сториске өзім шығып жатырмын. Кейдің қолым босамады. Осы барахолка жақтан төмен қарай Өжет базары болды. Өжет базарына келдім. Керекті заттарымды алып, сәл-пәл шопинг деп айтамыз ба, сондай заттарды алып, мінекей сөйтіп қайтып бара жатқан жайымыз бар. Бағана мен келгенде адам көп еді, қазір уже адамның қалай азайып, базардың қалай жабылып жатқанын өзім түсінбей қалдым. Базарға келсең сол ғой, бағасың айналып кетеді. Аралап жүріп алғаным сол ұшақ зат. Таңдағышпын ғой мен андай қатты таңдаймын да, ұнамайды көп нәрсе. И сонымен алып, әйтеуір іздеп жүрген затымды тауып қайтып бара жатырмын. Енді пробка болмаса екен қалаға қарай.